Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі сабақта біз сіздермен циклдарды қарастырамыз. Әдеттегідей PHP файлын жасайық. Файл сохранить как. Файлдың атын цикл деп қояйық. Цикл. Файл түрі PHP. PHP-де циклдың бірнеше түрі бар. Солардың негізгілерін қарастырамыз. Бүгін for циклі және while циклі. Мысалы, бірінші for циклынан бастайық. For және циклдың денесі, басы мынау және аяғы. Циклда мысалға i-дан бастайық. i-ге бір мәнін береміз, бір деген сан. Сонан соң мысалға біз экранға 5 санды шығарғымыз келсе, оны мынандай түрде шығаруға болады. i-дің басты алғашқы мәні i-дің мәні 1-ге тең болады. Содан соң i 5-тен кіші болса, онда i++ деген бұл бізде инкремент. Инкремент дегеніміз i 1-ге әр цикл сайын көбейіп отырады. Бір цикл дегеніміз ол бір айналым. Сонда бұл жерде бізде 5 айналым болу керек. i 5-ке тең болған кезде циклымыз тоқтайды. Енді echo i-дің мәнін көрейік. Сақтаймыз. Болды, енді тексеріп көрейік. Localhost курс файлдың аты бізде цикл. .php. Мәне сіздер көріп отырғандай 1, 2, 3, 4 сандар шыға келді. 5 жоқ. Неге өткені мына жерде бізде i 5-тен кіші болғанға дейін көрсетеді. Ал егер тең немесе кіші деген белгіні қойсақ, онда ол 5-ті де шығару керек. Мен қазір тексеріп көрейік. Міне сіз көріп отырғандай 5. Мынаны өзгертсеңіз де болады. 5-тің орнына мысалы 10 дейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10-ға дейін барлық сандарды көрсетіп шықты. Енді тура осылай while циклында қолдануға болады. Мысалға while G деген айнымалы салайық. G 5-тен кіші болса, G инкремент және echo жерде G болады. Және G-дің алғашқы мәнін беру керек. G-дің алғашқы мәні мысалға G 0-ге тең деп алайық. Мысалы осылай. Қазір бізде G-дің 5-ке дейін сандары шығу керек G-дің.
міне сіздер көріп отырғандай 1 2 3 4 5 6. Мына жерде екеуі бір жолда болып қалды, оны өзгертуге болады. Кішкене мысалға арасын былай ашып қойсақ болады. Арасы ашылды. Немесе оны былай істесек те болады. Бұл HTML тегі, егер сіз HTML білетін болсаңыз, BR break деген келесі жолға түсіру тегі. Міне. Былай кішкене түсініктіру шығар. Осымен циклдарға қатысты менің сабағым аяқталды. Егер сұрақтарыңыз немесе комментарийлеріңіз болса, менің имейліма хат жазсаңыздар болады. Рахмет, сау болыңыздар.